Бұрынғы кезеңдерде әлемнің әр елдерінде оғаш дәстүрлер мен қорқынышты жайттар орын алған болатын. Бүгін мен ежелгі замандағы қазақ қоғамында орын алған және қазіргі таңда біздің тарихи кітаптарда айтыла бермейтін әртүрлі нашар әрекеттер жайында айтатын боламын. Басқа да тарихи оқиғаларды менің телеграм каналыма өтіп көре аласыздар. Сақтардың денелеріне татуировка салдыруы. Сақтар Қазақстан аумағында өмір сүрген қазақ тайпаларынан құралған көшпенді мемлекет. Ежелгі сақ қоғамында адамдардың денелеріне татуировка салуы кең өріс алды. Олар оны бірнеше мақсатта салған болатын. Біріншіден, жауларын қорқыту үшін. Екіншіден, әр адам өз тайпасының суретін салып, өз шығу тегін сол бойынша өзгелерге білдіретін. Үшіншіден, жауынгерлер шайқастарда жеңіске жетсе, соған байланысты да татуировка салдырып отырды. Бұл жайында Геродот өз жазбасында: еркектер соғыста батылдық пен ерлік көрсеткен соң денелеріне татуировка салдыратын. Ал кімнің денесіне татуировка болмаса, ол ешқандай құрметке лайық болмады деп жазды. Рим ғалымы Помпоний Мела сипаттамалық өмірбаян деген жазбасында сақтардың агафирстар деген тайпасы денелеріне бәрі бірдей татуировка салады деп жазды. 2 ғасырда өмір сүрген грек дәрігері Эмпирик сақтар мен сарматтар тіпті нәрестелерге тұмар ретінде татуировка салатын деді. Кейін 20 ғасырда Алтайдан табылған пазырық мәдениетіне тән сақтардың мумияларынан расымен де адамдардың денесінде татуировка салғаны анықталды. Татуировканы тек ерлер емес, сондай-ақ әйелдер де салуға құмар болған. Олар негізінен жыртқыш аңдардың және жануарлардың суреті болатын. Сақтар татуировканы негізінен кеудесіне, қол мен саусақтарына, омыртқа арасына, аяқтарының тізеден төмен бөлігі, тіпті жамбастарына да салып алатын. Зерттеушілердің айтуынша, татуировкалар жай салынып қана қоймай, адамдар жүргенде бейне бір салынған суреттер қозғалып тұрғандай көрініс беретіндігін байқаған. Татуировка салу жаратушының берген денесін өзгерту болып табылады. Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, татуировка жасаған және жасатқан адамдарды лағнеттеген болатын. Ондай адамдар Алланың мейірімінен алыс болады. Сондықтан да қазақ қоғамына ислам діні етумен татуировкаға қатаң түрде тыйым салынды. Медицина тұрғысынан да татуировканың көптеген зияны, әсіресе теріге инфекция өтіп кету қаупі, ВИЧ, гепатит секілді ауруларды жұқтыру ықтималдығы өте жоғары екендігі дәлелденді. Ежелгі қазақтар арасында ерлер мен әйелдердің жынысқа бөлінбейтін киім киіп жүруі. Қазақстан аумағында өмір сүрген сақ және сарматтардың арасындағы ерлер мен әйелдердің киім кию үлгісі бір болды. Басқа ұлттардағыдай ерлер мен әйелдердің киім айырмашылығына мән берілмеді. Оны біз жазба деректерден және археологиялық қазбалар нәтижесінде анықтадық. Көптеген қорымдарда әйелдер мен ерлердің киімдері ортақ үлгіде жасалған. Қазіргі таңда зерттеушілер Алматы жақтан табылған алтын адамның не еркек, не әйелге арнап жасалғандығын ажырата алмай, шамамен ер адам болса керек деп топшылауда. Қазақтар ислам дінін қабылдауымен ерлер мен әйелдерге бір-бірінен ерекшеленетін киімдер кию міндеттеліп, олардың киім киюі жаппай жынысына байланысты бөлінетін болды. Себебі пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, әйелдердің киімін киетін еркектерді және еркектердің киімін киетін әйелдерді лағнеттеген болатын. Сақ массагеттер адам етін жеген. Геродоттың айту бойынша, егер олардың арасында қайсы бірі қарттыққа жетер болса, оның барлық туыстары жиналып қарияны құрбандыққа шалады. Етін басқа жануарлармен араластырып асып жейді. Сондай жағдайда өлу олар үшін ұлы бақыт деп саналады. Аурудан қайтыс болған адамның етін жемейді, бірақ жерге көмеді деп жазды. Сақ жауынгерлерінің соғыстағы әдеттері. Біріншіден, сақтар соғысты жеңіспен аяқтаған соң, жауынгерлер патшаның алдында ерлігін дәлелдеу үшін өлген жаудың басын кесіп алып келіп отырды. Егер алып келе алмаса, әскери олжаны бөліске салғанда қатыстырылмады. Екіншіден, сақ жауынгері алғаш рет адам өлтіргенде бірінші өлген жауының қанын тостағанға құйып ішетін. Үшіншіден, сақтар өлген жауының бас терісін сыпырып, кептіріп, жылқыларына іліп қоятын. Бұл соғыс кезінде қарсылас тараптың назарын аударып, психикалық соққы болатын. Күнделікті тұрмыста да бет сүртетін сүлгі секілді заттарын адам терісінен жасады. Төртіншіден, сақтар қолға түскен тұтқындардың көздерін ойып алып отыратын. Бесіншіден, сақтар соғыста ерекше ерлікпен қаза тапқан жауларына құрмет көрсететін. Сақтардың түсінігі бойынша.
яғни өлген жаудың бас сүйегін алтын және басқа да қымбат тастармен әшекейлеп тостақан жасады. Сақ еліне келген өзге халықтар адамның бас сүйегінен жасалған тостағанмен қымыз ішіп отырған сақтарды көргенде үрейленіп өздерін жайсыз сезінетін. Ежелгі түркілер, соның ішінде қазақ еркектері сырға таққан. Түркі еркектері арасында сырға тағу кең өріс алды. Оны біз балбалтас пен әртүрлі жазба деректерден біле аламыз. Түркі еркектерінің арасында сырға тағу әртүрлі мақсатта қолданылды. Мысалы, түркі кезегінде құлағына сырға таққан еркектер отбасында жалғыз ұл болғандығын білдірді. Ондай адамдарды соғыста артқы қатар тәрізді қауіпсіз аймаққа орналастыруға тырысты. Егер екі құлағында сырға болса, ондай адамдар әулетте жалғыз еркек болғандығын білдіретін және ондай адамдарды мүлдем соғыстан босататын. Түркі еркектерінің сырға тағуы Осман империясында, Ұлы Моғол империясында, Әзірбайжандар арасында кездесті. Қазақстан аумағында ислам діні орнауымен қоғамда сырға тағу тек әйелдердің бұйымы ретінде саналып, ер адамдар сырға тағуды доғарды. Сақ қоғамындағы транстар мен қыз-текелер. Сақ қоғамындағы қыз-текелердің болғаны жайында біз грек жазбаларынан біле аламыз. Қыз-текелер сақтардың саясатында ықпалды болып, қоғамда құрметті деп саналды. Олар негізінен бал ашып, елдің миын ашытумен айналысты. Археолог Тимоти Тейлор өз зерттеуінің нәтижесінде сақтардың арасындағы қыз-текелер жүкті биелердің зәрін ішуіне байланысты гормоналдық өзгерістерге ұшыраған деп топшылады. Ал Аристотель оларды әйел тәрізді болған деп сипаттады. Сақтардың арасындағы қыз-текелер жайында Гиппократ та жазған болатын. Қазақстан аумағында ислам діні орнауымен қыз-текелер мен транстардың жолы қатаң түрде кесіліп, қуғындалды. Қазақ қоғамында ондай адамдар ұлт тағдырына қауіп төндіретін тұқымбұзар деп қабылданып жойылды. Қорытындылап айтқанда, исламға дейінгі ежелгі қазақ қоғамында көптеген жаға ұстатар жайттар орын алған болатын. Мен тек олардың бір бөлігін ғана айтып, біразын айтпадым, себебі көпшілік оны жаман түрде қабылдауы мүмкін. Ислам діні Қазақстан аумағына келуімен біртіндеп қазақ халқы хақ дінге бет бұрып, қылмысты әрекеттер мен арсыздықтардан тыйылды. Ислам діні бізге дені дұрыс адам өзін қалай ұстау керегін және ер мен әйелдің орнын бағдарлап берді. Қазіргі таңда дінсіз қауымдар әлі күнге дейін осындай надан қылықтардың құрсауынан шыға алмай жатыр. Мысалы, үндістер өлген адамдарын өртеп, күлін Ганга өзеніне ағызып, артынша сол өзенге өздері шомылып ауыз су ретінде қолданып жүрсе, қытайлар Баха Шаяннан бастап жыбырлағанның бәрін жеуде. Батыс елдерінің либерал демократтары адам ойына келгеннің бәрін жасау керек, оның еркіндігін ешкім шектемеу керек деген ұстаныммен жануар секілді нәпсіңе ерік бер деп қоғамда азғыруда. Қазақтар исламның арқасына дұрыс жолға түсіп, жаман кезеңдерден арылса да, қазіргі таңдағы кәпір елдердің экономикалық және саяси қысымымен бұрын жойылған арсыздықтар елімізге қайта енуде.